Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін біздің каналда жаңа әңгіме. Каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Түс ауа үстел үстінде шашылып жатқан қағаздарын жинап, ендігі қалғанын үйге апарып қарамақ оймен сөмкесіне салып, орнынан тұра бергені сол еді. Телефон шылдыр ете түсті. Иә, сәлематсыз, маған Мұрат ағай керек еді, деп күміс қоңыраудай сыңғырлаған бір әйел даусы. Мен тыңдап тұрмын. Ол іздеген адамына бірден түсе қоярмын деп ойламаған болуы керек. Сәл мүдіріп барып, сәлематсыз ба деп қайталады тағы да. Кешіріңіз, мен сіздің бір жерлес қарындасыңыз еді. Қой тастанмын. Өзінен бе? Деп қапелімде сөз таба алмай. Өзінен. Кімнің қызысың? Қайролланың. Танымайтын кісісі болуы керек. Есіне түсіре алмады. Танымайтын шығарсыз. Темір жолдың арғы бетінде тұрамыз, деді қыз оның ойланып қалғанын сезіп. Я, ауылдан қашан келдің? Трубкадан сыңғыр еткен күміс күлкі естілді. Баяғыда келгем. Аға. Әу, мен сізді қонаққа шақырайын деп едім. Апырай, әуелгі ағасы қарындасын шақырмаушы ма еді? Ой, ағай, қалай шақырасыз? Деді қыз назданып. Сіз мені танымайсыз, ал мен сізді білемін. Ертең кешкі сағат 7-де Бақыт құсы мейрамханасының алдында күтемін. Жарайды. Ертеңге дейін ағам. Бұл бір қызық шақыру болды, деді ол трубканы орнына қайта қойып жатып. Мейрамхана, Бақыт құсы. Ол әлгі қаланың тау жақ бетіндегі аса қымбат мейрамхана. Бай қарындас болды, сірә. Қой тастанмын дейді. Ауылға бармағалы қай заман. Қызық. Не үшін шақырды екен? Қазір біреу жайдан жай қонаққа шақырмайтыны белгісі елмес пе? Қалай дегенмен де оның көңілінде бір қызығушылық оянып, әлгі бейтаныс болып жеткенді төзірек көруге асыққандай болды. Ертеңіне ол қызметінен әдейі кештеу шықты. Әдетте бесін ауған соң-ақ жазушылар үйінде жым-жырт тыныштық орнайды. Бұрынырақта араның ұясындай гуілдеп, біреу кіріп, біреу шығып сапырласып жататын қаламгер кафесі біраз жыл болды жабылып қалған. Акустикасы анау-мынау театрден артық болмаса, кем болмас. Мынау зәулім ғимаратта ақын жазушылардың ақ жарған күлкісі мен көңілді дауыстарын естімегелі қай заман. Ол төменгі қабатқа түсіп келе жатқанда, мәрмәр баспалдақтардан шыққан аяқ дыбысы бос кеңістікте тақ-тұқ етіп жаңғырығып тұрды. Қалада нағыз қарбалас шақ басталған. Қаншама адам жұмыста шығып, аялдамада көлік күтіп тұр. Қаншама адам ерсілі-қарсылы тоқтаусыз ағылған көліктерге тиеліп кетіп жатыр. Таңертеңгілік жадырап күліп шыққан жаздың жайма шуақ күні қазір мынау қандай сапырылысқан халық сияқты болып тұр. Қаланың шетінде әсем табиғат болып көрініп тұрған ол Бақыт құсы ғимараты мейрамханаға келіп қалды. Қолындағы сағатына қарап еді, 7-ге әлі 10 минуттай уақыт бар екен. Саябақтың алдындағы ақ сұр тастардан қаланған дөңгелек шеңбердің ішінде өскен алқызыл гүлдерге қарай осы маңда біраз қыдырыстап жүре тұрғанды жөн көрді. Қандай жан болды екен деп ойладым. Бақыт құсы мейрамханасына шақыратын қонақтар ауқатты кісілер. Оларда бәрі есептеулі, достық, тамыр, таныстық, көңіл көтеріп демалу, тіпті махаббат. Өйткені ақша қашанда бірінші орында. Бәрін шешетін сол. Ақша есеп төседі.
есепсіз шашатын кісіні ерте ме кеш пе бәрібір тастап кетеді. Қақпа алдындағы машина тоқтайтын алаңқайға шүйе түсті шетелдік бір әдемі машина келіп тоқтады. Бала кезінен техникаға икемі жоқ, әуестігі де жоқ. Ол кейінгі жылдары қалада тым көбейіп кеткен әртүрлі көліктердің бір-екеуінің ғана болмаса, көбісінің маркасын ажырата алмайды. Қызық, мына машина оның көзіне бір түрлі жылы ұшырап көрінді. Одан түскен ал-қызыл жібек көйлекті, сұңғақ бойлы сұлу бойжеткен бұған қарап, қолын бұлғап, ескі танысын кезіктіргендей жымиып күлді. Содан кейін көзілдірігін алып, кешігіп қала жаздадым-ау, деді, басын оң жақ иығына сәл қисайта еркелей үн қатып. Иә, бұл сол күміс қоңыраудай сыңғырлаған таныс дауыс. Жоқ, деді ол бейтаныс бойжеткенді түсінде емес, өңінде көріп тұрғаны таң қалып. Сіз ғой, иә, менмін деп күлді. Қыз ізетпен басын сәл төменейіп. Кешігіп қалам ба деп қатты асықтым. Сіз мені күтпей кетіп қалатындай көріндіңіз. Ой, не дегеніңіз деп мұхит жымиып, сіздей сұлу бойжеткенді күтпеу күнә ғой. Сіз деді де қыз оған көңілі көзінің қиығымен сынай қарап. Менің сұлу екенімді қайдан білдіңіз? Сездім. Қыз таңданып қалғандай болды. Олар саябақтың ішіндегі аллеямен иық түйістіре қатар аяңдап келіп, мейрамхананың жазғы залына кірді. Мұхит дастархан мәзірін қолына алған жоқ. Бүгін мен сіздің құзырыңыздамын, деді. Қыз езу тартып дастархан мәзіріне көз жүгірді де, тамақтың әр түрінен тез етіп, заказ беріп, ішімдік жағына келді. Не ішеміз деп сұраулы жүзбен қарап еді, сізбен бірге у-шуге де дайынмын деп күліп жіберді. Сіздерде бар ма еді ол? Деп қыз иіліп тұрған жап-жас даяшы жігітке қарады. Ол жымыңдап күліп басын шайқады. Онда виски ішейік. Сіз мені жаман үйрететін болдыңыз, деді Мұхит. Даяшы кеткен соң, Қойтастағы мектепте оқып бедіңіз деп сұрады. Иә, содан соң Мәскеуде. Мамандығыңыз қандай? Ой, мамандықты ұмыттық қой. Ауыл шаруашылығы академиясын бітіргенмін. Агрономмын. Қызық екен, мен сіздің егістік алқабында аралап жүрген сәтіңіз ешқашан көз алдыма елестете алмаспын. Мен де, деп күліп жіберді қыз. Даяшы үстелге шәрбаттай мөлдіреген қызыл виски мен көкөніс салатын әкелді де, өзен жиегіне қатқан мұздай жылтыраған хрусталь рюмкаларға аздап шарап құйып қойды. Алғашқы тосты не үшін аламыз аға? Білмеймін. Жаңа айттым ғой, мен сіздің құзырыңыздамын. Ой, енді осы принципіңізден айнымайсыз ба? Иә, бүгін мен не айтсам да орындайсыз ба? Мұхит көзін жұмып басын изеді. Онда алғашқы тост сізге беріледі. Бір қызық айтайын ба? Айтыңыз. Мен сіздің есіміңізді осы күнге дейін білмейді екен. Қыз басын орындықтың арқалығына шалқайтып, күміс қоңыраудай сыңғырлай тағы күлді. Осы күнге дейін десеңізші. Иә, мен сізді осы күнге дейін танымай келгеніме өкініп отырмын. Айта беріңіз. Есімім Айгүл, деді күлкісін тыя алмай. Айгүл деп қайталады. Танысқанымыз үшін алайықшы. Тамаша тост. Қыз өзінің машина жүргізіп келгенін ұмытқандай, қолыңдағы шарапты ойланбай ішіп қойды. Осы сіз ештеңе ұмытпадыңыз ба? Мұхит көзінің астымен сынай қарап. Менің бір режиссер досым әуелгі достан кейін ылғи да, ой, мен машина айдап келген екенмін ғой, енді қайттым деп өкініп отырушы еді. Айгүл басын шайқады. Ал мен ұмытқаным жоқ. Ендігі тосты мен айтайыншы, деді. О, не дегеніңіз?
Мен бұл тосты деп Айгүл маңызды нәрсе айтпақ оймен ойланып қалып, біздің сонау алыстан Ойтас деген кішкентай ауылымыздан шыққан үлкен жазушы үшін алайық дегім келеді. Мынау сөзге демде семіре қоймайтын Мұхит Мұқанов қолындағы рюмкасы сынып қалардай тартына соғыстырды. Әйтсе де, кішкентай ауылдың үлкен жазушысы деген жып-жылы теңеуді іштей ұнатып қалды. Барлық кішкентай ауылдың аты кішкентай ауыл деп ойлады ол. Оны үлкен ауылдармен үнемі менсінбеумен келеді. Сіздің журналдағы фотосуреттеріңізді үнемі сақтап жүруші едім, деді Айгүл. Бір күні оларды өзімен үлкен әпкем көріп қалып, бұның не деп сұрады таңданып. Байқаусызда ұрлығымның үстінен түскендей қатты қысылдым. Ол біздің ауылда туған жерлес жазушы ғой дедім. Сонда әпкем сіздің бір суретіңізді қолына алып тұрып, ақын жазушылар деген махаббатқа тұрақсыз болады екен деді. Оның неге олай дегенін әлі күнге дейін түсінбеймін. Сол рас па аға? Білмеймін дегенде иығын қозғады. Өзгелердің де соншалықты тұрақты болып жатқанын көргенім жоқ деді. Селқос қана жауап білдіріп. Тек ақын жазушылардың махаббаты туралы көп жазылатыны болмаса. Рас айтасыз, деді Айгүл келісіп, терең еріміне қарай тартып бара жатқандай. Аға, мен бір қызға айтып берейін бе? Иә, менің шарап ішкім келіп отыр. Түн ортасында олар мейрамханадан керемет көңілді шат-шадыман күйде шықты. Қалың ағаштардың қылқасынан бері ұзап, машиналар тұрған алаңқайға келгенде айнала төңірек аппақ қар болып тұр. Ой, қандай әдемі деді Айгүл аспанға шалқай қарап. Қандай әдемі, қайға қараңызшы. Шынында да ғажап екен. Биік таудың үстіндегі дөп-дөңгелек жұмыртқа. Жоқ. Өзгеше бір аппақ әлем айрықша жарқырап, беймезгіл қатып жүрген пенделерді өзіне қарай шақырып қызықтырып тұрған секілді. Жапонияда деді. Сүттей жарық айға таңдана қарап қалған Айгүлдің иығынан құшақтап. Жаңағы Жапониядағы таудың аты қалай дедіңіз? Абасута Дэма. Алатау одан да әлде қайда биік шығар. Қадіріне жете алмай жүрміз ау. Біз осы неге Алатаудың бөктеріне барып айды тамашаламаймыз? Кеттік пе ағам? Қайда? Айды тамашалауға деді Айгүл кенет оның таңғажайып бір саяхатқа шақырып. Сіз ұмытқан екенсіз. Сіз бүгін менің құзырымда емес пе едіңіз? Ой, бұл иә деп басын қайта-қайта шұлғып, дәл солай деді. Айгүл машинаның есігін ашты. Қорықпаңыз, мен рульге отырсам, тек жазылып кетемін. Қызыл жебедей жүйрік машина кең көшемен зытқи жөнелді. Бүгінгі отырыстан ерекше кайф алғандай рахаттана көзін жұмды. Сізге не болды аға? Жай, рульде отырмағаныма ұялып келем. Әйел жүргізген машинада еркек өзін бір түрлі ыңғайсыз сезінеді екен. 21 ғасыр, матриархат дәуірінің басы. Енді тізгін де, қамшы да біздің қолымызға тиді. Я деді. Көзін ашпаған күйі езу тартып. Ел басқару оңай емес. Еркек байғұстар бүгінде әбден сілесі қасып шаршады-ау деймін. Ой, сіз оңай жеңіліңіз. Жоқ, бұл жеңіліс мыңдаған жылдар бойы ішімізден кемірген жасырын соғыстың нәтижесі. Аға, жаурадым, деді дірілдеп. Ол қыздың иығына пиджагын жауып өзіне қарай тартты. Өзіңіз тонатын болдыңыз ғой, деді. Кеудесіне басын сүйеп тұрып. Жүрегінің тұсына шыққан ыстық леп тұла бойын ысытып жібергендей болды. Айғандай екен деді сыбырлап. Аянышты деді көбірлеп. Ол жалғыз.
Мына дүние қорқынышты. Мен жалғыздықтан қорқам. Өйткені мен де ай сияқты жалғызбын. Неге? Білмеймін. Сендей сұлу қызын жалғыз болуы мүмкін емес. Бәрі де уақытшаға деді, күрсініп. Қандай керемет досың болса да, ол сенің жан дүниеңді дәл өзіңде түсіне алмайды. Аға, дачаға барайықшы. Дача? Иә, біздің дачаға. Бүгін мен сенің... Тс, деді Айгүл саусағымен оның ернін басып. Енді айтпаңыз. Ол қыздың саусағын ұшынан сүйді. Кенет Айгүл оның ойынан тасқып құшақтай алып, ағатай, қандай жақсысыз деді. Машина жарығы 2 қабатты саяжайдың фасадын сүзе тоқтағанда, барып ол тәтті ұйқыдан оянғанда есінеп көзін ашты. Айгүл барды жүктен алған пультті басып еді, гараждың қақпасы өздігінен жоғары қарай баяу көтеріле бастады. Қарай көр, деп ойлады ол. Ұйқылы ояу, рахат күй кешіп отырып. Ғарышқа кеме ұшырған кеңес өкіметі 70 жылда қол жеткізе алмаған тұрмыстық техника жетістіктеріне жекеменшік иелері қалайша тез ие бола қойған. Екеуі жұмсақ креслоларға қатар жайғасып отырған кезде өзінің ептеп шаршағанын сезді. Айтатын жоқ, керемет саяжай. Аса биік талғаммен, қымбат жиһаздармен жасауланған бөлменің ішін шолып өтіп. Иә, маңайымыздың барлығы қалың бау. Ауа таза, Алатаудың бөктері ғой, деді Айгүл. Қыста да бұл жер ғажап болып тұрады. Сыртта сақылдаған сараяз. Көз қарықтырып жатқан ақша қар. Жиегіне мұз қатып, бу бұрқырап тұрып ағып жатқан тау өзені. Ал үйдің іші жып-жылы. Аға, осындай жерде отырып, шығармашылықпен айналысқан ұнаймы? Әрине. Онда мен таң атқан соң сіздің қолыңызға осы саяжайдың кілтін ұстатамын. Қалаған уақытыңызда келіп, демалып, одан соң өзіңізбен өзіңіз оңаша ой кешіп, жұмыс істеп отырасыз. Ал егер менің қызметім қажет болса, ұялы телефоныма звондай салыңыз. Сол мезетте жетіп келем. Ертегі тыңдағандай қызығып, жымия күліп отырды да, сонда бұл саяжайды мен уақытша жалдап тұратын боламын ғой. Ал сіз менің қожайыным боласыз. Солай ба? Сіз қожайын болып, мен сіздің қызметшіңіз болайын. Өйткені сіз өнер иесісіз. Ал өнерге қызмет еткеннен артық қуаныш бар ма? Рас айтам. Менің қолымнан көп нәрсе келеді. Қызық екен, деді ол не айтарын білмей абдырап. Кенеттен бір-ақ күнде базардан қайтқан әжем сияқты артынып-тартынып келе қалған бұл қандай қуаныш, қандай бақыт. Аға, сонда сіз шеше алмай отырған жұмбақ не? Айталық, мынау дачаны деп қана аталатын сәулем үй. Кілті менің қолымда болғанмен, іші толған құпия. Мұнда мен өзімді қалай сезінуім керек? Өзі іздеп келген бақыт құсынан сен қайдан келдің, қайдан ұшып келдің, не үшін келдің деп сұрайым екен. Білгісі келетін шығар. Бәрі жұмбақ болып қала берсе, байғұс басына қонған бақұстың қандай құс екенін қайдан білсін? Айгүл бір сәт үнсіз отырып қалды да, білгіңіз келсе айтайын деді. Көңілі қаламайтын бір әңгімені бастағысы келгендей. Біздің қоғамымыздағы беделді бір саяси тұлғаның маған қалдырған мұрасы. Машинаны да, банктегі жалақысы жоғары жұмысқа орналастырған да сол. Қазір қайда ол? Алыста. Енді мұнда келмейді. Неге? Оның қызметі өзгерді. Алыс шетелдегі елшілік қызметке ауысты. Сөйтіп екеуміз қоштасатын күні маған, бұдан былай біз енді жиі кездесе алмайтын шығармыз. Бір-бірімізді сағынбай-ақ қойғанымыз жөн болар деді. Сен оны әлі де сүйесің бе? Жоқ. Біз онымен Мәскеуде бірге студент болдық. Айгүл қазір шет жұртта қызмет атқарып жүрген биік лауазымды көңілдесін есіне алып.
Ол халықаралық қатынастар институтында оқыды. Алғаш танысқан күннен ақ менің қыр соңымнан қалмады. Қайда барсам да ыржиып күліп, қаршылығынан шыға келетін. Жатақханадағы қыздар оны келемеждеп, маймақ аю деуші еді. Өйткені қамытаяқ, абайсыздау толық жігіт болатын. Бірақ намыстану дегенді білмейтін. Есікті ашсақ, босағаға сүйеніп, терезені ашсақ, жақтауға сүйеніп, екі езуі екі құлағына жетіп, мәз боп күліп жүретін. Бірте-бірте біздің жатақханада маймаққа күні түспеген қыз қалмады. Үлкен театрға билет керек пе, қонақ үйден туысыңа орын керек пе, профессордан жақсы баға алу керек пе, стипендияға ілінгің келе ме, бәрін шешетін маймаққа. Оның қолынан бәрі келеді. Ол тілін таппайтын адам жоқ. Әне, нағыз дарынды дипломат сол. Бірте-бірте әне сенің маймақ аюың келе жатыр. Маймағыңа айтшы, маймақ біледі ғой дегенге құлағым үйренді. Маған тіпті басқа жігіттер сөз айтуды қойды. Сөйтіп мен еркімнен тыс құдіретті маймақтың жеке меншігіне айналдым. Сіз мені тыңдап отырсыз ба? Иә деппін сасқанымнан. Екеуміз елге қайтатын жылы үйленетін болдық. Қаланың орталығынан ақсүйектер тұратын үйден пәтер жалдап алып, ерлі-зайыптыларша өмір сүрдік. Тойды осында келген соң барлық достарымыз, туған туыстарымызды жинап, Бақыт құсы мейрамханасында дүрлетіп өткізетін болдық. Мен Мәскеуде өзімді патша ағзамның әйелінен кем сезінбедім. Керек нәрсенің бәрін маймақ табады. Қашан, қалай, қайтып танысып үлгергенін білмеймін. Әйтеуір, ел жақтан үлкен лауазымды бәле-шекен келе жатыр, түге-шекенді шығарып салуым керек, ана кісінің тапсырмасы, мына кісінің бұйымтайы, әйтеуір тыным таппай сыр қағып жүгіреді. Бірақ одан шаршаған маймақ жоқ. Қайта көзі күлімдеп, алақанын ысқылап, қолын қағып, жаны рахатқа батады. Біз оқуды бітіріп, осы қалаға қайтып оралдық. Ертеңіне елге қарай жүретін пойызға шығарып салып тұрып, ол маған біраз күннен соң бәленше түгеншелер бастаған бір топ адаммен құда түсуге келетінін айтты. Бірақ біз қанша күтсек те олар келмеді. Маймақ та сол күйі жоғалып кетті. Ай, осы мен сізге бәрін неге айтып отырмын? Білмеймін, мен де білмеймін. Қызық. Сіздің алдыңызда айыбымды мойындап, ақталып отырғаным қызық болды. Бірақ әйтеуір бір күн ақталуым керек еді. Солай ма? Деді сыбырлап. Біз одан кейін 5 жыл өткен соң көздестік. Мен оның бір үлкен лауазымды кісінің қызына үйленгенін, министрлікте қызмет істейтін естігенмін. Ол да мені ұмытпапты. Тіпті тұрмысқа шықпай отырып қалғанымды да біледі екен. Содан сол ол мені осы саяжайға қонаққа шақырды. Екеуміз оңаша отырғанда аяғымды құшып кешірім сұрады. Ендігі қалған өмірімді қолынан келген бар жақсылығын жасап өтетінін айтты. Сөйтіп, мен тағы да оның жеке меншігіне айналдым. Міне солай. Мұхит көзіне ұйқы тығылып шаршап отырған жандай маңайын уқалап аз-кем ойланып отырды да, мені неге іздедің Айгүл деді. Күтпеген сауалдан шошыған Айгүл селк етіп, сіз оны түсінбегенсіз бе? Мұхитқа таңдана қарап. Неге дейсіз бе? Сізді көргім келді, сізбен танысып, оңаша отырып, сырласқым келді. Бала күнгі тәтті қиялым қайта оянып, маза бермеді. Мынау алтын сарайдың кілтін ұстаған ағаш қуыршақ болып қалғым келмеген шығар. Айгүл орнынан тұрып, Мұхит отырған креслоның жақтауына келіп отырды да, мойнынан құшақтап, сіз менің бала күнгі арманымсыз деп сыбырлады. Мұхит оның көзіне қарап, ернен қадала ұзақ сүйді. Ағатай, деп ентіге сыбырлады қыз. Мен сізді сүйемін. Айгүл өзін ұмытқандай, оның көйлегінің түймелерін ағытып,
төсінен иіскеп, ерінің ұшымен жыбырлатып сүйе бастады. Әдепсіз болма деп айтып еді. Ой аға, мен бүгін мас болдым деп басын көтерді. Содан соң шынымен ақ аяғын теңселе басып, бір-екі аттап диванға барып отырады кетті. Шаршадың ба? Иә, көптен бері қатты шаршадым. Жата ғой. Айгүл диванның жақтауына басын қойып, аяғын созып жатты. Ал ағасы оның жанына отырып, маңдайынан сипады. Ой аға, алақаныңыз қандай жұмсақ деді. Айгүл көзін рахаттана жұмып. Қаланың қай шетінде тұрғанын білмек болып, сыртқа үңіліп еді. Саяжайдың бұл жақ беті тауға қарайды екен. Бірінен бірі биік, бірінен бірі әдемі хан сарайындай зәулім саяжайлар сонау қойнауға дейін сап түзіп созыла беріпті. Олардың құлпырған тау аясында айрықша сұлу көрінеді екен. Ол диванда жатып, алаңсыз ұйықтап қалған Айгүлді оятып алмайын деп, аяғының ұшымен басып келіп, оң жақтағы бөлменің есігін ашты. Қарсы беттегі терезеден сыртқа қарады. Ох, мынау әлгі теледидардан жиі көретін таныс тұлға. Таяуда ғана батыстағы бір елге елші болып кеткен. Болашағы зор, әлі талай биіктен көрінетін жас саясаткер. Тек жасына лайықсыз толысып кеткені, 50-ден асып 60-қа таяп қалғандай қасқа маңдайы жарқырап, тым ересек көрінетін болмаса. Демек бұл саяжайдың иесі. Мәскеуде оқыған маймақ жігіт осы болды ғой. Суретші оны барынша ақылды, барынша мәдениетті, барынша зиялы жан етіп бейнелеуге барлық күш-жігерін салыпты. Бірақ бәлегінен үзіліп түскен кемпір қауындай, шап-шалдыр бас пен бұға болатын бұзаудың мойнындай салбыраған бұғақ пен идеяға бағынбай еріксіз тоқыратып тастаған. Ал көзі, апырай, қанша сұстанып қарағысы келгенімен, есіне сатқындық жасап, ұрлана жымиып қалыпты. Иә, білем сізді, жазушысыз, жазушылар одағында істейсіз. Өзім жоқта үйге кеп қалған екенсіз. Эх, өмірде не болмайды, бәрі болады, деп елпілдеп түлкідей қуланып тұрған сияқты. Ал диванда түк сезбей ұйықтап жатқан Айгүлдің жанына жақындады. Қалыңдау ерні сәл ашылып, тәмпіш танауы қорсылана ақырын тыныстап жатыр. Көзінің қиығына жыбырлаған ұсақ әжімдер ұя салыпты. Содан кейін пинчагын қолына алып, жан-жағына сақтана қарап, сыртқа беттеді. Еңсесін есіп, енін басқан биік сартылы, тас қорғанды хан сарайындай бай саяжайларды артқа тастап, трассаға түскенде өзін бостандыққа шыққанда еркін сезініп, кеудесін кере ала тастады. Соңына бұрылып бір рет көз тастап еді, түнде беймезгіл келген жат кісіні ешқайсы жақтырып тұрғандай, бір түрлі қарағандай сезілді.